Ақ, біркелкі, сау тістерді кез келген заманауи адам армандайды. Алайда, кез келген елде адамның күлімсіреуіне мұндай бап жоқ. Балалық шақтан бастап, аппақ тістерді бұзатын ұлыс бар. Өйткені олар үшін шынымен әдемі күлкі басқаша көрінеді. Әлем халықтарының тіс саны қандай екен? Естелікке, кейде тістер ауырады. Оларды емдеу үшін тіс дәрігері мен ақшалай шығындар қажет. Осыдан шығатын қорытынды: тістер жоқ болса, дәрт жоқ. Осы қағиданы Соломон аралдарында ұстанады. Онда әйелдер үйлену тойынан кейін бірден жоғарғы азу тістерін қағып алады. Анголаның тұрғындары қыз өміріндегі ең бақытты оқиғаны, яғни заңды некеге тұруды ешқашан ұмытпау үшін осылай жасайды. Тістің ақсиюы. Заманауи стоматология тістердің пішінін өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл үшін дәрігерлер көптеген тәсілдерді ойлап тапты. Малайзияда өзіндік тәсілді қарастырады. Мамандар тістерін иттердің мылжыңына айналдыратындай етіп кесіп тастайды. Себебі аңызға сүйенсек, бұл мемлекеттің байырғы тайпасы осы жануарлардан шыққан. Шри-Ланкада жергілікті әйелдер ұзақ уақыт бойы тістерін акулалар секілді өткір үшбұрышты пішінге ұқсатып қайраған, және аралдың ерлер жартысы мұндай әйелдерге өте риза болған. Ақтық? Жоқ, естімедік. Күлкінің қарайту дәстүрі Жапонияның кейбір аймақтарында танымал. Тістер арнайы қара лакпен боялған. Мұндай үдерістен кейін тері әлде қайда жеңіл болып көрінеді. Бірақ бұл дәстүр астарлы мағынаға ие. Лак темірдің жетіспеушілігін өтейді. Тістерді сау ұстауға көмектеседі. Көркем жас. Жапония тістердің қасақана қисаюы мәселесінде де ерекшеленді. Бұл есте қаларлық ежелгі дәстүр емес, бірақ біздің заманымыздың ең танымал рәсімдерінің бірі. Қате тістем мақтануға тұрарлық себеп. Қисықтық бұл адамдарда жастық пен балалықпен байланысты. Бай қуатты. ТМД тұрғындарының арасында сіз алтын тәждердің иелерін кездестіре аласыз. Бұрын күлімсіреуді осылай әрлеу қажеттілікті талап ететін. Стоматологияда басқа сапалы материалдар қолданылмаған еді. Тіпті сәнді болды. Бірақ бүгінгі таңда көптеген халықтар арасында алтын тәждер әлі күнге дейін байлық пен ауқатты білдіреді. Әр тістегі мейірімділік. Балиде тістерді аралау дәстүрге айналған. Ұлдар және қыздар кәмелетке жете салысымен білімді адамдар жын шығару рәсімін өткізеді. Күлімсіреуде азу тістері көрінетін жабайы жануарлармен байланысты болғандықтан оларды тегістейді. Ою өрнек. Даяки Калимантан аралының байырғы тұрғындарының жалпы атауы. Бұл адамдар күлкіні шынымен де әдемі етуді біледі. Олар мыс немесе сидеп шеңберлерін салу үшін тістерді теседі. Кейбір елдерде тістердің мінсіз және стильді формасына арналған трендтер бар. Бірақ олардың барлығы біртіндеп жоғалып кетеді. Тек сұлулық пен күтім сәнде қалады. Әдемі және сау тістер кез келген адамның мақтанышы. Ал ашық күлімсіреу күлкі иесінің көңіл күйі мен табысына тікелей әсер етеді. Тіпті 10 жыл бұрын аппақ тістер сәнде болды. Олар әрдайым шынайы көрінбеді, бірақ оларды ағартуды жалғастырған атақты адамдар қымсынбады. Біз бәріміз Голливуд күлкісі деген сөзді білеміз. Бірақ стоматологиядағы трендтер сән саласындағыдай бір орында тұрмайды, және бүгінгі күні табиғилық бірінші орында. Бүгінгі таңда табиғи тістер сәнге айналды, және көптеген атақты адамдар бұл жаңа трендті қапсырып үлгерді. Сондықтан сау, тіпті табиғи түстегі тістер бүгінгі күні өзекті болып табылады. Ас қорыту үдерісі ауыз қуысында басталады. Мұнда асқазан мен ішектің жұмысына көмектесетін бастапқы тамақ өңделеді. Ауыз қуысына ауыз кіре берісі мен ауыздың өзін қамтиды. Ауыз кіре берісі еріндер, ұрттар, тістер және қызыл иектің сыртқы жағынан пайда болады. Еріндер сыртқы жағынан эпителийдің жұқа қабатымен жабылған, ішінен ұрттың ішкі жағының жалғасы болып табылатын шырышты қабықпен қапталған. Олар тістерді мықтап жауып, жоғарғы және төменгі жүгеншіктердің көмегімен қызыл иекке бекітіледі. Ауыз қуысы ұрттың шырышты қабаты, кескіштер, азу тістері, үлкен және кіші азу тістері, қызыл иек, тіл, жұмсақ және қатты таңдай. Ауыз қуысында мыналар пайда болады.
дәмді тану, қатты тағамды ұнтақтау, кіретін өнімдерге дене температурасын беру, тамақ кесіктерінің пайда болуы, қанттың бөлінуі және патогенді микроорганизмдердің енуінен қорғау. Адамның ауыз қуысында ас қорытудың негізгі қызметін сілекей атқарады. Сілекей бездері шырышты қабатта орналасқан. Бөлінетін сілекей мен тілдің көмегімен тамақ суланып, тамақ кесегі пайда болады. Сілекей бездерінің 3 жұбы бар: шықшыт, жақасты және тіл асты. Сілекей 99% судан тұрады. Қалған пайызы әртүрлі қасиеттерді көрсететін биологиялық белсенді заттардан тұрады. Сілекей құрамында лизоцим, бактерияға қарсы фермент, муцин, тамақ бөлшектерін бір түйірге байланыстыратын ақуыз тұтқыр заттары бар. Сонымен қатар амилаза мен мальтаза, крахмал мен басқа да күрделі қанттарды ыдырататын ферменттер. Ауыз қуысын құрайтын органдар келесі құрылыммен мәнге ие. Ұрттардың сыртқы жағы тері эпителиймен, ішкі шырышты қабықпен жабылған. Ұрттардың сыртқы жағы тері эпителиймен, ішкі шырышты қабықпен жабылған және олар тамақ кесектерінің пайда болуына қатысады. Тіл жүйке қалшықтарымен, қан тамырларымен сіңіріледі. Үстіңгі жағында шырышты қабықпен жабылған. Оның бетінде рецепторлары бар дәмдік және сезімтал папиллалар орналасқан. Олар тағамның сапасы мен физикалық параметрлерін бағалайды. Тамақ кесектерін қалыптастырады және алға жылжытады. Аспан шырышты қабықпен жабылған, қатты сүйекпен, қатты таңдайдың артында орналасқан жұмсақ шырышты қатпармен айқындалады. Бұл тамақ кесегін қалыптастыруға және оны жұтқыншаққа қарай жылжытуға көмектеседі. Жақ сүйектерінің үдерістері шырышты қабықпен жабылған қызыл иектермен ұсынылған. Олар тістер мен ерінді ұстап тұрады. Тістер ауыз қуысының маңызды бөлігі болып табылады. Олар тағамды механикалық өңдеуге, сөйлеу дыбыстарын қалыптастыруға атсалысады және ауыздың маңызды эстетикалық бөлігі болып табылады. Әр тістің өз мақсаты немесе қызметі бар. Азу тістер өткір қашау тәрізді алдыңғы тістер. Жоғарғы және төменгі 4 азу тістер тамақты кесу үшін қажет. Өткір немесе дөңес тәрізді ұры тістер тамақты жұлып жеу үшін қажет. Олардың 4-еуі бар. Жоғарғы жақтың екі жағынан екеуі, төменгі жақта екеуі орналасқан. Кішкентай азу тістер премоларлар. Артқы азу тістері мен алдыңғы жағындағы ұры тістері арасында орналасқан тұрақты тістер. Бұл азу мен ұры тістердің белгілері бар тістердің өтпелі түрі. Олар тамақты тістеуге көмектеседі. Оны шайнау үшін алдыңғы тістердің азу тістеріне жылжытады. Жоғарғы және төменгі жақтың әр жағында 4, екі жағынан 2 азу тістері бар. Азу тіс үлкен шайнау тістері. Жоғарғы және төменгі жақтың сол және оң жағында орналасқан ең үлкен тіс бірліктері. Олар тамақты шайнауға және ұнтақтауға арналған. Әрбір тіс қатарындағы соңғы азу тіс кез келген жаста жарылып кетуі мүмкін, немесе мүлдем шықпайтын ақыл тісі. Премоляр мен малярдың айырмашылығы неде? Премолярлар мен малярлардың басты айырмашылығы олардың мөлшері мен формасы. Малярда шайнау бетінде 4 дөңес бар. Премолярда тек 2 ғана болады. Тіс қаптама мен тістің жоғарғы бөлігінен тұрады. Бұл әдетте ауыз қуысында көрінетін жалғыз бөлік. Қаптаманың пішіні тістің қызметімен алдын ала анықталған. Мысалы, алдыңғы тістер өткір және кесуге арналған дөңес. Ал азу тістердің беттері үгіту үшін тым тегіс. Қызыл иек сызығы, тіс пен қызыл иектің түйісуі, сонымен қатар тіс мойны деген атауға ие. Тіс түбірі жақ сүйегімен қоршалған тістің бөлігі. Түбір тістің 3-тен 2-сін құрайды және тісті сүйекте ұстап тұрады. Кіреукемен қапталған тістің қаптамасы адам ағзасындағы ең қатты және минералданған тін болып табылады. Кіреукенің астындағы тіс қабаты дентин оның негізгі бөлігін құрайтын тістің қатты тіні. Тіл ұлпасы тамыр мен қан тамырлары орналасқан тістің ортасындағы жұмсақ тін. Ауыз қуысында тістердің орналасуын қарастыру кезінде арнайы белгілер түрінде жазылған
тіс формуласы қолданылады. Тіс формуласын жазу барысында гетеродонт тіс жүйесінің түрлерінің қысқартылған атаулары қолданылады. Дентис инцизиви, 8 күрек тіс. Дентис канини, 4 азу тісі. Дентис премолярис, 8 тамырлы немесе кішкентай малярлар. Дентис моларис, үлкен малярлар немесе 12 маляр. Тіс түрінің қысқартылған атауынан кейін жоғарғы және төменгі жақтың алымында осы топтағы тістердің жұптарының саны көрсетіледі. Бұл жазбаға сүйенсек, адамда 2 жұп қасқа тіс, 1 жұп ұры тіс, 2 жұп кішкентай және 3 жұп үлкен азу тістері бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 1971 жылы қабылдаған Виола халықаралық 2 сандық схемасында барлық тістер ішінен қараған кезде сағат тіліне қарсы 4 секторға бөлінеді. Оң жақтағы жоғарғы жақтың тістері сәйкесінше орталық қасқа тіс 11, екінші қасқа тіс 12, ұры тіс 13, бірінші премоляр 14, екінші премоляр 15, бірінші маляр 16, екінші маляр 17 және үшінші маляр немесе даналық тіс 18. Сол жақтағы жоғарғы жақтың тістері оң жаққа ұқсас 21-ден 28-ге дейін жүреді. Сол жақтағы төменгі жақ тістері 31-ден 38-ге дейін, ал оң жақтағы төменгі жақ тістері 41-ден 48-ге дейін жалғасады.
Тістер күнделікті эмальді бұзатын бактериялардың әсеріне ұшырайды. Стоматологиялық мәселелер мен аурулар тудырады. Аурудың алдын алу үшін үнемі профилактика жүргізіп, тістердің қалыпты жағдайының бұзылуының алғашқы белгілерін білуіңіз керек. Менің ойымша, тіс ауруы туралы ешқашан естімеген немесе оның тістерге зиянды әсерімен бетпе-бет тап болған адам жоқ. Тістің табиғи түсінің өзгеруі, қара дақтардың пайда болуы алғашқы белгілер болып табылады. Бұл бастапқы үдеріс. Ол байқаусыз және ауыртпалықсыз жүреді. Көптеген адамдар мұндай өзгерістерге аса мән бермейді және тіс жегінінің пайда болуына жол бермеу мүмкіндігін жіберіп алады. Ауыз қуысында орналасқан бактериялар тіс жегінің пайда болу себебі болып табылады. Егер сіз күн сайын пайда болатын тістік өңезді мұқият алып тастамасаңыз, олардың көбеюіне және нәтижесінде тіс жегінің пайда болуына әкеледі. Егер сіз тістерді кіреукенің бұзылуынан қорғамасаңыз, онда тіс жегі тіске терең еніп, одан да ауыр асқынулар тудырады. Ісік тістің терең тіндеріндегі қабыну процесі. Мұның себебі тіс жегінің елеусіз түрі. Мұндай ауру қабынуды және қатты ауырсынуға әкеп соғады. Бұл инфекцияның терең еніп, ісіп қызару процесі басталғанының белгісі. Тіс жылауығы өте қауіпті. Өйткені ұзақ уақыт бойы адамды мазаламауы мүмкін, бірақ ісіп қызару процесі пайда болған кезде ісік пайда болады. Тіс тасы тістік өңезді дұрыс алып тастамағанда пайда болады. Ол бірнеше күннен кейін қатайып, қоңыр өңезге айналады. Бұған жол бермеу үшін жалқау болмаңыз. Ауыз қуысының гигиенасын сапалы орындаңыз. Пародонтит немесе пародонтоз. Бұл тісті қоршап, ұстап тұратын пародонт тіндерінің ауруы. Бұл жұмсақ тіндердің, сондай-ақ тісті қолдайтын сүйек тіндерінің инфекциялық зақымдануы. Егер пародонтит басталса, бұл тістің жоғалуына әкелуі мүмкін. Сау тістерді сақтау үшін келесі ережелерді сақтау керек. Жаңғақтар мен сүйектерді тістеріңізбен кемірмеңіз. Газдалған сусындарды түтікше арқылы ішкен дұрыс. Мүмкіндігінше сусындардың тістермен жанасуын болдырмаңыз. Тамақтанғаннан кейін аузыңызды жиі қарапайым сумен шайыңыз. Және стоматологиялық аурулардың алдын алу үшін ауыз қуысының гигиенасын сақтау керек. Құрамында қант бар тағамдарды тұтынуды шектеңіз. Және тіс дәрігеріне үнемі барып тұруды ұмытпаңыз. Бәріне сәлем! Бұл Alona.com-мен 1 минуттық ағылшын сабағы. Бүгін біз ауыз қуысының гигиенасы туралы талқылаймыз. Және бүгін мен сіздерге осыған байланысты бірнеше қызықты фактілермен бөліскім келеді. Ең алдымен алғашқы тіс пастасының қалай пайда болғанын айтқым келеді. Тіс ұнтағының алғашқы үлгілері 18 ғасырдың соңында пайда болғанын білдіңіз бе? Ұлыбритания оның отаны болды. Ұнтақтың құрамдас бөлігі шаң, саз және дөрекі фосфор түйірлерінің мөлшеріне дейін алдын ала ұсақталған. Бұл құрамның дәмін жағымды ету үшін глицерин хош иістендіру үшін қолданылды. 1850 жылы Джон Харрис инновацияны ойлап тапты. Ол бордан тіс ұнтақтарын жасауға шешім қабылдады. Дәмді жақсарту үшін құрамында даршын, шалфей және күлгін хош иістендірілген. Ал 1873 жылы ақш-та әлемдегі алғашқы тіс пастасы пайда болды. Ал кейінірек Colgate компаниясы тіс пастасын әлемге таныс түтіктерде ұсынды. Екінші деректер 1-ші Елизавета патшайымы туралы. Егер сіз Англия патшайымы Елизавета Тюдордың барлық портреттерін қарасаңыз, онда олардың ешқайсысында ол күлмейтінін байқайсыз. Барлығы оның қара тістерінің кесірінен болды. Ол сыртқы келбетінің барлық ақауларын жасырды. Бірақ тістерді жасыру оңай емес. Соңында ол өзінің кемшіліктерінен жаңа сән жасауды шешті. Өйткені ол патшайым болды, және мұны істеу қиын болмады. Ол қара тістерін жасыруды тоқтатты. Барлық жағынан сүйікті патшайымына ұқсағысы келетін ақсүйектер бұл сәнді бірден қабылдады. Қара тістер кенеттен байлық пен сәттіліктің белгісі болды. Адамның тістері қаншалықты нашар болса,
соғұрлым бай болды, себебі оның қан сатып алуға шамасы жетті. Мұны білу өте қызықты және бұл сізге пайдалы болады деп үміттенемін. Осымен біздің минуттық ағылшын тілі сабағымыз аяқталады және келесі сабақтарда кездесеміз. Онда мен сізге бұрын білмеген көптеген мәліметтерді айтып беретін боламын. Сіз ескі суреттердегі адамдардың жүздері әрдайым бізге қатал немесе тіпті мұңды көрініспен қарайтынын байқадыңыз ба? Теориялық тұрғыдан қарастырғанда, ескі портреттерде күлімсіреудің болмауының себебі стоматологиялық күтім арман болған және тістерді емдеудің негізгі әдісі оларды алып тастау болған деп саналады. Адамдардың күлкілерін көрсеткісі келмегендігі таң қаларлық емес. Заңдылыққа сай мынадай сұрақ туындайды. Адамдар қандай да бір тәсілмен тістеріне күтім жасады ма? Зерттеулер көрсеткендей, ежелгі мысырлықтар алғаш рет стоматологиялық иіс майды біздің дәуірімізге дейінгі 5000 жыл бұрын ойлап тапқан. Үнді медицина трактаттарында ауыз қуысының гигиенасы туралы біздің дәуірімізге дейінгі 300 жыл бұрын айтылған. Олар табиғи қышқылдар қосылған кеуек тас негізіндегі ұнтақтар болды. Парсылар тіс пастасын жетілдіруге өз үлестерін қосты. Табылған нұсқауларда тым қатты тіс ұнтақтарын қолдануға тыйым салынды және оларға бал, түрлі кептірілген шөптер, минералдар мен хош иісті майлар кірді. Гректер күл, тас ұнтағы, күйдірілген устрица қабығы, ұсақталған шыны және жүн қоспасын қолданды. Шаю үшін олар қарапайым тұздалған теңіз суын қолданды. Еуропада тек жоғары санаттағы өкілдер тістерін щеткалау және ауыз қуысының гигиенасымен айналысты. Қажақ ұнтақтары тек олар үшін жасалған аниспен арнайы тістерді тазарту үшін шаю қолданылды. 15 ғасырдан бастап Англияда шаштараз хирургтар тістерді емдеумен және тіс жұлумен айналысты. 18 ғасырда Ұлыбританияда алғашқы тіс ұнтағы пайда болды. 1824 жыл тіс дәрігері Пибоди тіс сабын қолданысқа енгізді. Қолдану өте ыңғайлы болды және құрамында бор, бейтарап сабын және жалбыз майы болды. 1853 жыл тіс дәрігері Джон Харрис бордың тіс ұнтақтарын жасау үшін қолдануды ұсынды. 1873 жыл Colgate компаниясы бірінші болып американдық нарыққа тіс иіс майларын, яғни шыны ыдыстағы хош иісті кремді массаны ұсынды. 1892 жыл Нью-Лондон, Вашингтон, Шеффилдтан келген тіс дәрігері алғашқы тіс пастасы түтігін ойлап тапты. 1896 жыл Colgate компаниясындағы түтіктерде тіс иіс майларын жаппай өндіруді бастады. Соның арқасында түтік пен паста Америка мен Еуропада жалпыға танымал болды. 20 ғасырдың басында демді сергітетін және тістерді өңезден тазартатын алғашқы тіс пастасы пайда болды. 1915 жыл эвкалипт сығындылары тіс пасталарының құрамына ене бастады. Сондай-ақ жалбыз, құлпынай және басқа да өсімдік сығындылары бар табиғи тіс пасталарын қолдана бастады. 1955 жыл Procter & Gamble компаниясы жегі түскен тіске қарсы әсері бар тарихтағы алғашқы фторланған тіс пастасын ұсынды. 1970 жылдар тіс пасталарын өндіруде тіс тіндерін нығайтуға арналған еритін кальций тұздары қолданыла бастады. 1987 жыл Маклинс компаниясы алғаш рет паста құрамына бактерияға қарсы әсері бар триклозанды енгізді. 1987 жыл алғаш рет американдық ғарышкерлер үшін арнайы жеуге болатын тіс пастасы жасалды. Мұндай пасталар бүгінгі күнге дейін шығарылады және балаларға арналады. 1989 жыл Рембрандт компаниясында алғашқы ағартқыш пастаны ойлап тапты. 1995 жыл Маклинс компаниясы күнделікті қолдануға арналған алғашқы ағартқыш тіс пастасын шығарды. Қазіргі таңда емдік және профилактикалық әсері бар шырышты жағымсыз сезімдерді тудырмайтын және күнделікті тіс тазалауда ләззат алатын көптеген тіс пасталары бар. Тіс пасталарының эволюция үдерісі әлі аяқталған жоқ.
Тест пасталарының құрамы. Қолдану бағытына қарамастан, кез келген пастаның құрамына кіретін стандартты компоненттер бар. Абразивтер, су және глицерин, ксантан шайыры, көбіктендіргіш заттар, сорбит немесе ксилит, консерванттар, хош иістер. Құрамнан шығарылуы тиіс немесе олардың саны барынша азайтылуы тиіс жағымсыз компоненттерге полиэтиленгликоль, бүйрекке зиянды. Натрий лаурил сульфаты көп мөлшерде ауыз қуысы мен асқазанның шырышты қабығына теріс әсер етеді. Триклозан, хлоргексидин бактерияға қарсы әсер етеді. Тек емдік пасталар үшін рұқсат етіледі. Тест пасталарының жіктелуі. Бірінші, профилактикалық. Профилактикалық тест пасталары гигиеналық деп те аталады. Олардың мақсаты емдік әсерінсіз ауыз қуысына күнделікті күтім жасау. Екінші, емдік профилактикалық құралдар. Құрамында фтор бар пасталар. Фтор тіс жегінің алдын алуда тиімді, бірақ оны суда фторидтің төмен мөлшері расталған жерлерде ғана қолдануға рұқсат етіледі. Реминерализацияландырушы пасталар. Өнімдер эмальді кальций мен фосфор қосылыстарымен қанықтыру арқылы нығайтуға арналған. Ағартқыш әсері бар пасталар. Көптеген ағартатын тіс пасталарын өндірушілер оларды ағартқыш деп атайды. Оларды ағартатын немесе тазартатын әсері бар деп атаған дұрыс болар еді. Сезімтал тістерге арналған пасталардың құрамына жүйке ұштарының сезімталдығын тежейтін заттар. Кең таралған құрамдас өнім гидроксиапатит. Ол эмальға қорғаныс қабықшасын жасай алады. Ауыз қуысының шырышты қабатының күйіне әсер ететін пасталар. Бұл өнімдер гингивит пен пародонтоз кезінде тістерді тазарту үшін қолданылады. Тотал пасталары. Көбінесе тіс пасталарын өндірушілер бір уақытта бірнеше қызмет атқаратын кешенді қолданысқа ие өнімдерін шығарады. Емдік пасталар. Бұл өнімдер дәріханада тек дәрігердің нұсқауы бойынша сатып алынуға рұқсат етіледі. Microsoft PowerPoint бағдарламасында тістеріңізді қалай дұрыс тазалау керек анимациялық бейнеролик жасайық. Бағдарламаны іске қосыңыз. Дизайн қойнысында бет параметрлерін өзгертіңіз. Мәтін ұясы құралын пайдаланып, тақырып, өлшем, стиль және қаріп қосыңыз. Кірістіру сурет қойындысына өтіп, қажетті суреттерді қосайық. Оларды орналастыру үшін реттеу құралын қолданыңыз. Мәтінді көшіріп, слайдқа үлестіріп, сәйкес өлшемді таңдаңыз. Енді анимацияны орнатайық. Ол үшін анимация қойындысына өтіп, әр объект үшін өзіңізге ұнайтын эффектілерді қосыңыз. Анимация аймағы оның тәртібін көруге және қажет болған жағдайда оны өзгертуге мүмкіндік береді. Слайд-шоу қойындысында слайд көрсетілім уақытында жазуға болады. Слайд-шоуды жазу батырмасын басыңыз. Бізге слайд-шоу мен анимацияға уақыт қажет. Біз жазуды бастаймыз. Тінту түймесін басу арқылы барлық элементтердің шығу уақытын анықтаймыз.
біздің таныстырылымымыз дайын. Енді оны бейне файл ретінде сақтаймыз.